Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 33-ші сабақ. Менің бос уақытым. Жұмыс іздеген құмырсқа. Ертеде бір кішкентай құмырсқа болыпты. Ол басқа жұмыс жасағысы келіпті. Сөйтіп, ол илеуінен, яғни үйінен кетіп қалады. Жұмыс іздеп келе жатады. Бір кезде ұшып жүрген араны көреді. Қараса, араның қолында балға толы шелек бар екен. Құмырсқа айтады: "Мен де сен сияқты жұмыс жасағым келеді, ара. Маған көмектесші", дейді. Ара айтады: "Мен сияқты ұшып, бал жинай алсаң, кәнекей, бірге кел. Екеуміз бірге жұмыс жасаймыз", дейді. Ал құмырсқа қанаты жоқ екенін біліп, "Мен ұша алмаймын", деп айтады. Сөйтіп, құмырсқа әрі қарай жүре береді. Енді қайттым, қандай жұмыс жасаймын деп ойланып келе жатады. Бір кезде алдынан өрмек тоқыған өрмекші кездеседі. Құмырсқа айтады: "Ай, өрмекші, не істеп жатырсың?" дейді. Өрмекші айтады: "Мен сияқты шебер болсаң, кел, өрмек тоқы. Екеуміз бірге жұмыс жасаймыз", дейді. Құмырсқа тоқи алмайтынын айтады. Сөйтіп келе жатса, өзінің құмырсқа досы тырбаңдап жұмыс жасап жүр екен. Үлкен дәнді жалғыз өзі сүйрей алмай алқынып келеді екен. Құмырсқа қуанып кетіп, бірден досына көмекке келеді. Екеулеп жүріп үлкен дәнді илеуге жеткізеді. Құмырсқа өзінің қолынан келетін іспен айналысу керек екенін түсінеді. Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Сіздерге сабақ ұнады деп сенемін. Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.